10-шы сынып қазақ тілі пәні. Тақырыбы: алаш арыстары тіл туралы. Ауызша сөйлеу түрлері. 4-ші сабақ. Оқу мақсаты: қоғамдық саяси, әлеуметтік экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдайды және мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазады. Бірінші тапсырма: берілген ұйқас негізінде тақырыпқа қатысты өлең жолдарын, тармақтарын құрастырыңыздар. Қырқылды, бұлқынды, ұмтылды. Мәтінді оқыңыздар. Ұлылардың айтқан сөздерін ғаламдық мәселелермен байланыстырыңыздар. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адам құрмай, жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Ахмет Байтұрсынұлы. Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды. Әлихан Бөкейханов. Қазақ тілі бай, таза, іргелі жұрт тілі. Міржақып Дулатов. Ана тілі халық болып жасағаннан бергі жан дүниесінің айнасы һәм өсіп, өніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. Жүсіпбек Аймауытов. Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай көрініп тұрады. Мағжан Жұмабаев. Тіл ешбір уақытта өзге нәрселерге бас имеске тиіс. Біз оны сүюге һәм түрлі жұқпалы шет тілдерден сақтауға борыштымыз. Тіл айна, оның ішіне бүгін халықтың тұрмысы түсіп тұрады. Құмар Қараш. Бала әуелі ана тілінде тәрбие алуы тиіс. Мезгілсіз жат тілде байланып сорлағаны дұрыс емес. Білім тілде емес, түсініктерде, тәрбие, орысша шүлдірде емес, жақсылыққа жаттығуда. Жас балаға бұлар ана тілінде, ұлт мектебінде табылады. Басқа жерден табылмайды, табылса да қымбатқа түседі. Жат тіл тәрбие ісіне пайдасыз. Сұлтанбек Қожанұлы. Оңаша жүрген елдің өз еркінде тұрғанда тілі бұзылмайды. Елдің тілін бұзатын, көршілес елдердің мәдениетін үлгіге алған мәдениетті елдердің әсері. Біздің тәжірибемізде қазақ тілі бай тіл.
Тек сөздері ғылым жолына салынып, реттелмеген тіл. Қазақ тілі ғылым жолына салынып реттелсе, ешбір жұрттың тілінен кем болатын емес. Халел Досмұхамедұлы. Әрқайсыңыз өздеріңізге ұнаған сөзді жалғастырып, ой өрбітіп, дәлелді тұжырымдар айтыңыздар. Мәтіннен жалғау жалғанған сөздерді тауып, қалаған жетеуіне фонетикалық талдау жасаңыздар. Есте сақта, діни мазмұндағы сөздер қоғамдық сананың бір түрі болып саналатын, діни сананың жаңғыруына байланысты діни мазмұндағы сөздердің әлеуметтік мән алуы Аллах, Барақ күні, Қадір күні, Миғраж күні, Рағайып күні, инсан, ғұсыл, нәпіл, мәуліт, намазжай, Раббы, тарихат, тарауық, ахли сүннет, аузашар, аят хадис, ғинаят, халфе, тағы басқа. Екінші тапсырмада араб, парсы түсіндірме сөздігін пайдаланып, есте сақта айдарында берілген сөздердің мағынасын ашыңыздар. Абай өлеңдерін тыңдаңдар. Діни мазмұндағы сөздерді тауып, оларға дыбыстық талдау жасаңыздар. Керек. Ауызша сөйлеу түрлері. Ауызша сөйлеудің екі түрі бар. Диалогтық сөйлеу, монологтық сөйлеу. Диалогтық сөйлеу екі немесе бірнеше адамның сөйлесуі. Монологтық сөйлеу бір адамның сөйлеуі. Әңгіме, баяндама, лекция және басқа да түрлері кездеседі. Мұнда сөйлеуші бір адам, тыңдаушы көп халық. Сыртқы сөйлесу, ауызша диалогтық сөйлеу, ауызша монологтық сөйлеу және жазбаша сөйлеу болып бөлінеді. Адамның айтқан қандай сөзі де белгілі бір мазмұнды білдіреді және сөйлеушінің, жазушының осы мазмұнға қатынасын көрсетеді. Ниязбекова. Үшінші тапсырма. Вен диаграммасын толтырыңыздар. Диалогтық сөйлеу, монологтық сөйлеу, ерекшеліктері және ұқсастықтары.